Ұйқысыздық қазіргі таңда кең тараған проблема. Ұйқының бұзылуы ұзаққа созылатын болса, адам ашушаңдыққа немесе депрессияға бой алдырады. Жаңа нәрсені есте сақтау, назар аудару, оқу қиынға соғады. Ұйқысыздық қаншалықты уақытқа дейін созылғанына байланысты созылмалы және қысқа мерзімді болып келеді. Созылмалы ұйқысыздықта ең аз дегенде 3 күн, тіпті 1 айға дейін көз іле алмайды. Бойыңызда ұйқының бұзылуы байқалып, түнде дұрыс ұйықтай алмай жүрсеңіз, тез арада дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Армысыз қадірменді YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Бүгін сіздерге ұйқысыздық жайлы біраз ақпарат беріп, қандай өнім ұйқысыздықтың алдын алуға болатыны жайлы ақпарат беруге дайынбыз. Видеоның соңына дейін қарап, өздеріңізге пайдалы ақпараттарды ала отырыңыздар. Бір ескерте кететін жайт, біздегі ұсынып жатқан ақпараттарды көп адамдар тіркелмей қарайды екен. Өтініш сіздерден каналға тіркеліп, қазақша контентті дамытуға үлес қосыңыздар. Ұйқы адам денсаулығын реттеуші. Түнгі ұйқыда ағза жарықтың өзгеруіне бейімделеді. Ұйқы негізінен бірнеше кезеңдерден тұрады. Адам қанша уақыт ұйықтау керек? 5 кезеңнен тұратын цикл ұйықтағаннан оянғанша бірнеше рет қайталанады. Дені сау адамда 5 мәрте қайталануы керек. Алайда ұйқының ұзақтығына көптеген факторлар әсер етеді. Адамның жынысы, жасы, өмір салты, шаршауы, тамақтануы, қоршаған орта, жарық және дыбыс. Ұйқының бұзылу себептері де әртүрлі. Қажудың, ойға берілудің, үйреншікті стрестің, уақытында ұйықтамаудың салдарынан кейде сау адамның да ұйқысы қашуы мүмкін. Егде тартқан және қарт адамдар әдетте құс ұйқы болып ұйқысы азая бастайды. Мұның өзі ағзаның сол жастағы физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады. Жүйке жүйесі қажыған кісілерге болмашы толқудың өзі-ақ ұйқысын бұзуы мүмкін. Адам ауырған кезде, қан айналымы бұзылғанда, демікпе және жөтел қысқанда ұйқы қашады. Жалпы ұйқысыздық емделе ме? Ұйқысыздықты емдеу үшін ең алдымен себебін анықтау керек. Дені сау адамның ұйқысы дәрі-дәрмек қолданбай-ақ қалпына келеді. Ұйқы қашпау үшін ұйықтар алдында тамақтанбау, ащы шай немесе кофе ішпеу керек. Жүйке жүйесі қажыған адамдар ұйықтар алдында дем алып серуендеп келгені жөн. Зерттеулер көрсеткендей, киви ұйқының сапасын, ұйқы уақытын және ұйықтар алдында кивиді 1 ай бойы үнемі жегеннен кейін ұйқының тиімділігін жақсартуға көмектесетінін анықтаған. Кивиде серотонин және антиоксиданттардың жоғары мөлшері, сондай-ақ ұйқының бұзылуын емдеуге көмектесетін және ұйқы режимін қалпына келтіруге жағдай жасайтын В дәрумені болып табылатын фолий қышқылы сияқты витаминдер өте көп екен. Зерттеу тобы 20 мен 55 жас аралығындағы 24 адамды пайдаланып, кивидің тағамдық профилін тексеруге шешкен. Қатысушылардан 4 апта бойы әр түнде ұйықтар алдында 1 сағат 2 киви жеу ұсынылған. Осы эксперименттен кейін қатысушылардың түнде аз оянатын және ұзағырақ ұйықтайтынын және ұйқының тиімділігінің жоғарылағанын бақылаған. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын киви жеу ұйқының сапасын жақсартуға көмектеседі. Ұйқының болмауы денсаулыққа қатысты ауыр мәселелердің, соның ішінде қант диабеті, деменция және жүрек соғуының қаупін арттыруы мүмкін. Бақытымызға орай, жемістің кішкене ғана бөлігі ұйқыңызды жақсартуға көмектеседі. Тәтті, бірақ ащы дәмі бар киви дәмді тағамдардан да сізге пайдасы көбірек. Антиоксиданттар мен дәрумендерге толы кішкентай жемістің ұйқының әртүрлі аспектілерін жақсартуға, сондай-ақ кивиді тұтынуды ғылым да мойындап отыр. Киви туралы сіздерге 5 қызықты деректерді ұсынбақшымыз. Шын мәнінде киви бұл жеміс емес, жидек, жүзім сияқты жүзім бұтасында шоғырланып өседі. Киви ең жақсы ет жұмсартқыш. Маринадқа киви қоссаң, ол 1 сағаттан кейін етті жұмсақ қылады. Кивиде апельсинге қарағанда С витамині 2 есе көп. Иммундық жүйені нығайту үшін күніне 1 кивидің тілімін жесеңіз де жеткілікті. Бар болғаны 1 киви жемісі асқазандағы ауырлық пен қыжыл сезімін жеңілдетеді. Оны тамақтан соң 40 минуттан кейін немесе ұйықтар алдында жеген өте пайдалы. Барлық заттардың да ағзаға пайдалы және зиянды тұстары да болады. Кивидің зиянды тұсы, оны кивиді асқазан сөлі жоғары кісілерге, сосын кейін кішкентай балаларға берген кезде өте абай болу керек. Себебі бұл экзотикалық жидек болғаннан кейін ол аллергенді өнім болып саналады. Үлкендердің де бұл киви өніміне аллергиясы болуы мүмкін. Ол жағдайда тіл ісініп,
астманың да приступы берілуі мүмкін. Сол себепті өнімді жеген кезде алдымен бір тілігін қана жеп, ағзаның қандай реакция беретінін бақылап көріңіз. Сондай-ақ кивиді шамадан көп мөлшерде жеу ағза үшін өте зиянды. Басында айтып кеткендей, кивиді етті маринадтаған кезде қосуға болады. Сол себепті кивиді шамадан көп асырып жүрмей, күніне жатарға біреу немесе екеу ғана жегеніңіз жеткілікті. Оны жер алдында міндетті түрде организмнің осы кивиға аллергиясы бар ма, жоқ па, соны бақылап алыңыздар. Осылайша, қадірменді YouTube көрермен, бүгін сіздерге пайдалы ақпаратты ұсындық деп ойлаймыз. Ұйқыңыз нашар болып жүрсе, стресстен бой жаза алмай, ұйқының сапасын нашарлатып алып жүрсеңіз, біріншіден өз денсаулығыңызды қолыңызға алып, денсаулыққа жауапкершілікті мойынмен көтеріп, осы жерде айтылған ақпараттарды пайдаланып көрсеңіздер болады. Қазақша контентті қолдай отырыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, таратып жіберсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.